жақсы бір тілек, иә? Бірінші орнымыздан тұрайық, бір-бірімізге бір сөзбен арнайық сәттілік тілейік. Бір сөз айтыс арқылы, бір сөз. Не тілейсіз? Білім, шапшаңдық, алғырлық, сәттілік. Аян? Дәулет, мен сенің бүгінгі күніңе сәттілік тілеймін. Сенің бүгінгі ашық сауатқа сәттілік тілеймін. Саған бүгін аңғырып болуды тілеймін. Саған бүгін осы ашық сауатты жақсы Bir söz arqılı. Мен саған бүгінгі ашық сауатты тілеймін. Мен саған бүгінгі шапшаңдық. Бүгінгі сабаққа саған білім. Келесі үшінші топ. Кесізді бір өте жақсы отырғаныңыздар, видеоңызды сыныптыңызды QR-код арқылы қазір қағаз қиындыларынан бір қиындыларды аламыз. Осы QR-код арқылы сілтемеге өтіп топқа барайық. Бірінші топ бізде зымыран тобы, екінші байқоңыр, үшінші ғарышкер тобы. Bir қағаздан алайық. Тез-тез. Bir қағаздан. Камера арқылы сілтемеге өтейік. Сілтемеге өтейік. Қылмалған жоқ. Так, бізде бірінші топ зымыран тобы. Егер сіздерге зымыран тобы деген мәтін шығатын болса, балалар, сол топқа барамыз. Егер байқоңыр деген мәтін шығатын болса, байқоңыр тобына ғарышкер деген мәтін шығатын болса, сілтеме арқылы ғарышкер тобына барамыз. Міне, осындай мәтінге шығу керек, балалар. Қараймыз. Екінші топ байқоңыр тобы және үшінші топ ғарышкер тобы. Жақсы. Кеттік. Енді балалар қазір топқа бөлініп алдық. Енді үй жұмысын мен орғыл қосымшасы арқылы тексергім келіп тұр. Сіздердің группаларыңызға, топтарыңызға сілтеме жібердім. Сол сілтемеге өтейік. Сілтемеге өткеннен кейін бастау дегенді басасыздар. Тест тапсырмалар сіздердің телефондарыңызға шығады. Барлықтарымыз кірдік па сілтемеге? Тесттің сілтемесіне. Бастау дегенді басамыз, иә. Старт. Тесті белгілейік. Кіріп отырмыз ба барлығымыз сілтемеге? Мұқият, ойланып, сұраққа жауап берейік. Лидерлік деген бар, иә? Сол батырмаға кіріп, өз аты жөндеріңізді жазасыздар, міндетті түрде. Сіздердің аты жөндеріңіз, қанша балл алғандарыңыз және қанша уақытта аяқтағандарыңыз көрініп тұрады. Міндетті түрде аты жөніңізді жазуды ұмытпайық. Болдық па? 30 секундтарыңыз қалды.
Болдық па? Уақыт бітті балалар. Қазір кімде қанша балл алғандарын көрейік. Бейсұлтан бізде 5 балл, өте жақсы, 28 секундта аяқтапты. Әйгерім 4 балл, Арайлым 4 балл, Жасықбай Нұрсұлтан 3 балл, иә. Одан кейін бізде Арайлым, Әйгерім, сосын кім бар? Қалғандарымыз тесті белгілемедік па? Аты жөнді жаздық па? Міндетті түрде жазайық. Кезетейік. Болдық па қалған оқушылар? Байқоңыр тобы, Ғарышкер тобы. Болдық па? Қайтадан көрейін енді. Никола 5 балл, Бекбол 4 балл, Жанел 4 балл, Әйгерім 4 балл, Арайлым 4 балл, Дәулет, Дария, Аружан, Аян, Сұлтан, Қанат, аты жөнімізді жаздықпыз, Сұлтан. Өте жақсы балалар. Енді тестке қатысқандарыңызға рахмет. Енді сабағымызға оралайық. Жоғары балл алған оқушылар, жарайсыздар. Енді балалар, мына суреттерге қарайық. 4-1 әдісі арқылы бүгінгі сабағымыздың, ашық сабағымыздың тақырыбы қандай деп ойлайсыздар? Суретке қарайық. Ғарыш туралы. Иә, қандай ғарыш туралы? Байқоңыр несі? Байқоңыр ғарыш айлағы туралы балалар. Бүгінгі тақырыбымыз өте жақсы. Оқу мақсатымен таныстырып өтейін балалар. Бірінші, мәтіннен алынған дәйек сөздерге, үзінділерге сүйене отырып, көтерілетін мәселені болжап, сөз тіркесінің байланысу тәсілдері мен түрлері, есімді етістікті сөз тіркестерін ажырату қолдану. Дәптерлерімізді ашайық, бүгінгі күннің жадын жазайық. Жазамыз, дәптерлерімізді ашайық, жазайық. Байқоңыр ғарыш айлағының елімізге әкелген пайдасы. Және бізде тілдік бағдар матасу. Баспайық. Жақсы балалар, қаламсаптарыңызды қойыңыздар, маған мұқият қараңыздар. Тілдік бағдарымыздың матасу бірінші ережені түсініп алайық. Тақырыпқа тоқталмас бұрын. Енді жаңа тесттерден байқадыңыздар, өздеріңіз біз сөздердің байланысу түрлерін қолданымызда. Сөздердің байланысу түрлері қаншау екен? Неше бесеу, я орнымыздан тұрып жауап берейік. Бесеу қандай? Қиылысу, матасу, жанасу. Дұрыс. Танасу, Меңгеру және қабысу. Өте жақсы. Біз осы сөздердің байланысу түрлерінің қиысу деген түрін ғана өткен сабақта. Қиысу дегеніміз не еді? Еске түсіріп алайықшы. Қиысу дегеніміз жүктік жалғау арқылы қиылысу. Мысалы, ол жазды, сен жазды. Тек қана жүктік жалғау ма, Бексұлтан? Жоқ, элексиптік емес. Дұрыс, орнымыздан тұрайық. Бастауыш пен баяндауыштың не істеуі? Жүктік тұрғыда өзара байланысу екен. Өте жақсы. Қиысу. Енді матасу деген сөздердің байланысу түріне тоқталайық. Матасу дегеніміз не? Жаңа элексиптігі деп айтып қалып жатырсыздар. Элексиптігімен тәуелдік жалғауының өзара байланысуы сөз арасында, яғни сөз тіркесі. Ол қалай элексиптігі? Элексиптігінің сұрақтары қалай еске түсірейік? Кімнің ненің тәуелдік жалғауы?
былай. Мысалға, Арманның, иә? Адамның аты Арманның қандай септікте тұр? Септігінде бірек, кімнің деген сұраққа жауап береді. Қандай қатынаста тұр? Бұл сөйлем мүшесінің қай түріне жатады? Бастауыш, баяндауыш, анықтауыш қайсысы? Арманның деген бастауыш бола ма? Арманның мысалға дәптері дегенді алайық, иә? Арманның дәптері, сұрақ қоямыз, кімнің? Арманның, яғни бұл анықтауыштық қатынаста болады, иә? Несі дәптері? Яғни матасу дегеніміз ілік септігі мен тәуелдік жалғауының өзара байланысуы екен, иә? Кімнің деген сұраққа жауап береді. Енді матасудың балалар бізде екі түрі бар. Жай және күрделі матасу. Жай және күрделі матасу ол қалай? Жай матасу екі ғана сөзден тұруы мүмкін, иә? Тек қана екі сөзден тұрады. Жаңағыдай айтқандай, мысалға, ананың, иә, қуанышы десек. Сұрақ қоямыз. Қуанышы, ананың қуанышы. Жай сөзден тұр, иә? Яғни, жай екі сөз тіркесінен тұр. Енді күрделі матасу деген қалай болады? Ол екі немесе одан да көп сөз тіркесі. Иә, мысалға, оның қалай болады? Оның досының несі? Кітабы, мысалы, иә, жақсы. Оның досының кітабы, яғни күрделі матасу бұл жерде үш сөзден тұр, иә? Ең алғашқы екі сөзінен назар аударсақ, қандай сұраққа жауап береді? Кімнің деген сұраққа жауап береді және кітабы несі, иә? Енді бізде кейбір сөздер бар, бастапқы бірінші сөзінде ілік септігінсіз айтылатын сөздер бар. Мысалға, егіс даласы деген сөз бар, иә? Кітаптарыңызға мысалдардан қарасаңыздар болады. Егіс даласы, иә? Бұл жерде бастапқы бірінші сөзде негізі ілік септігінің жалғауы болуы керек, бірақ ілік септігінің жалғауы түсіп қалатын сөздер болады. Яғни жасырын тұратын, иә? Егіс даласы, немесе сондай-ақ біз, сіз деген мына жіктік жалғауының сөздері бар, иә? Осы сөздерде осы сөздерге ілік септігі жалғанатын болса, мысалы, иә? Ілік септігі, яғни дің дегендер, иә? Ілік септігі жалғанатын болса, сіздің, мысалы. Ол кезде екінші сыңарындағы сөзде көбіне, мысалы, екінші сыңарындағы сөздің мына тәуелдік жалғауы айтылмай қалатын сәттері болады. Мысалға, біздің отан, иә? Негізі біздің отанымыз деп те айта аламыз, иә? Бірақ біздің отан деп те қолданылады. Бұл да матасуға жатады. Яғни шетелеспеу керек бұл жерде. Біздің отан, сіздің ел десек, мысалы, иә? Демек, матасу дегеніміз не болды? Ілік септігімен тәуелдік жалғауының өзара байланысуы, иә? Оның қанша түрі бар дедік? Күрделі, иә? Енді ең алғашқы сөзі ілік септігінің жалғауынсыз айтылатын сөз тіркестері болады, иә? Мысалға, халық қаһарманы, иә? Халықтың қаһарманы деп те айта аламыз оны. Бірақ ның, тың, яғни ілік септігінің жалғаулары түсіп қалып та қолданылады. Одан кейін біз, сіз деген жіктік жалғауының бастапқы бірінші жақ сөздеріне жалғанған ілік септігі екінші сөзі, яғни тәуелдік жалғауының екінші сөзінің жалғаулары түсіп қалады екен, иә? Біздің отан, сіздің ел деген сияқты. Жазаламыз ережені балалар. Топтық жұмысқа өтейік. Топтық жұмысты қазір балалар назар аударамыз. Мына жерде сіздердің алдарыңызға мәтін беріп қойдым, иә? Жаңағы Паркурттың сілтемесін сіздерге айттым, иә? Өздеріңізде сақтаңыздар. Сол мәтіннің сілтемесіне қайтадан кірейік. Алдарыңызда парақшадағы мәтіндерді тастадым. Осы
экраннан да көре аласыздар байқауларды. Көтерілген мәселе тек сөздер және мағынасына байланысқан сөз тіркестері. Оқушылар топ болып жұмыс жасайды. Мағынасына байланысқан сөз тіркестері. Вақыт болды балалар. Дайынбыз ба? Жауаптар дайын ба? Зымыран тобы, ғарышкер тобы және байқоңыр тобы. Мәтіннен көтерілген мәселені анықтаймыз. Тірек сөздерді табамыз және матаса байланысқан сөз тіркестерін табамыз. Бірінші топ. Болдық па? Уақыт балалар, іздедік. Байқоңыр тобы ма? Байқоңыр тобы бір оқушы орнымыздан тұрып бұл бетте көтерілген мәселе және тірек сөздер, сондай-ақ матаса байланысқан сөз тіркестері. Мәтінде көтерілген мәселе. Сіздердің мәтіндеріңіз? Байқоңыр ғарышкер. Мәтінде көтерілген мәселе байқоңыр ғарышының айлағы туралы айтылған. Байқоңырда таңдап алу себебін айтқан. Күннің әжім шолпанның жасанды себептері туралы көтерілген мәселе. Өте жақсы. Сөздері байқоңыр, қабыш, ракета, Юрий Гагарин, Восток, жасанды себептер. Матасы байланысқан сөз тіркестері ғарыш алаңы, ғарыш айлағы, ғарыш кемесі, режим жасанды себепі. Қайталап айтайыншы, матаса байланысқан сөз тіркестері. Мұқтай тыңдаймыз балалар. Қазір өзара бағалау болады. Үшінші топты бірінші топ, екінші топты үшінші топ деген секілді бағалаймыз бір-біріміз. Мұқтай тыңдап отырайық, иә? Ғарыш алаңы, Иә. ғарыш айлағы, ғарыш кемесі, жердің жасанды себебі. Дұрыс, өте жақсы. Ғарыш айлағы дегенде, иә? Жаңа айтқан егіс даласы деген мысалға келеді, иә? Ғарыштың айлағы, иә? Яғни элексептігіндегі сөз жасырын түрде тұр, иә, бұл жерде. Сосын ғарыш алаңы, жердің жасанды себептері, иә? Жердің жасанды себептері, яғни матаса байланысқан сөз тіркесі болады. Дұрыс па? Олай. Өте жақсы отырайық. Келесі. Байқоңыр ғарышкер тобы. Сіздердің
иә? Оқиқ мәтінде көтерілген мәселе. Мәтінде көтерілген мәселе қазақтан шыққан ғарышкерлер туралы. Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұсабаев, Айдын Айымбетов туралы. Олардың ғарышқа ұшқан ерлігі және оның ерлігін бағалануы. Оларға Айдын Айымбетовке халық қаһарманы атағы берілді. Өте жақсы. Тірек сөздер. Тірек сөздер: ғарышкер, ғарыш, байқоңыр ғарыш алаңы, қазақ ғарышкері, экипаж мүшелері, халық қаһарманы, Союз ММ-13 кемесі, 1991 жыл 2 сәуір. Матаса байланысқан сөз тіркестері. Мұқият балалар, бір-бірімізді бағалаймыз. Матаса байланысқан сөз тіркестері қандай екен? Қазақтың 3-ші, әлемнің 309-шы, экипаждың Қазақтың 3-ші деген тоқтатықты. Қандай ол? Қазақтың 3-ші несі? Қазақтың 3-ші ғарышкері. Қазақтың ғарышкері, яғни 3-ші ғарышкері. Жақсы. Келесі. Зерттеудің нәтижесі. Зерттеудің нәтижесі өте жақсы. Халық қаһарманы. Халық қаһарманы, иә? Авиация генерал-майоры. Дұрыс. Авиация генерал-майоры, иә? Негізі авиацияның генерал-майоры деп те айтылады, иә? Өте жақсы. Бірінші топ зымыран тобы тезекте көтерілген мәселе. Мәтінде көтерілген мәселелер. Ғарышқа ең алғашқы ұшқан ғарышкерлер туралы мәлімделген. Тоқтар Әубәкіров бірінші ғарышкер қазақ даласындағы 1991 жылы ұшып, 1991 жылы 10 ғасырда жерге қонған. Талғат Мұсабаев қазақтың екінші ғарышкері. Ол ғарышқа 3 рет ұшқан. Айдын Айымбетов халық қаһарманы атағы берілді. Тірек сөздер: ракета, протон, союз, зенит, Днепр, бәйтерек ғарышкер. Матаса байланысқан сөздер: қазақтың 3-ші ғарышкері. Қазақтың 3-ші ғарышкері. Сосын? Болды ма? Арал аймағы, ағынның шапшып. Арал аймағы, сосын? Ағынның шапшып. Қалай бұл, қай жерде? Ағынның шапшып шығу жылдамдығы. Ағынның шапшып деп айта алмаймыз, бұл матаса байланысқан сөз тіркесі бола алмайды, иә? Егер біз ағынның шапшып, иә, мына жерде шапшып шығу жылдамдығы, иә, ағынның жылдамдығы не болады? Матаса байланысқан сөз тіркесі болады. Ағынның шапшып деген екі сөзді бірдей ала алмаймыз. Өте жақсы. Енді балалар бір-бірімізді бағалайық. Бірінші топты 3-ші топ бағаласын. 10 балдық жүйеге қанша бал бересіздер? 3-ші топтан бір оқушы орнымыздан тұрып бағалайық. Апайдың бірінші топы ма? Иә, бірінші топтың жауаптарына сәйкес және 8 бал. орнымыздан тұрып жауап берейік. 8 бал, иә? Жақсы. Енді екінші топты бірінші топ бағаласын. Екінші топты бірінші топ. 10 бал. 10 бал, өте жақсы. Енді бізде қалды 3-ші топты бірінші топ бағаласын. 3-ші топты бағалайық. 10 бал, өте жақсы. Жақсы, кеттік. Енді барлығымыз мына неге қарайық? Мына таңбаны білеміз ба, балалар? Апайдың деген дайында егер Ғарышқа ұшқанда сосын иықта болады, иә? Полицей, сосын тағы неде болады? Әскери шен ғой, иә? Әскери шен. Бұл негізі балалар авиация генерал-майорына берілген шен. Авиация генерал-майоры. Яғни ғарышқа ұшқан бізде. Өздеріңіз жаңа мәтіннен оқыдыңыздар ғой. Талғат Мұсабаев, иә? Тоқтар Әубәкіров, Айдын Айымбетов. Осы 3 біздің қазақтың маңдайына біткен ғарышкерлеріне осындай титул, яғни атақ берілген. Авиация генерал-майоры бұл кез келген адамға берілмейді, иә? Енді байқоңыр ғарыш айлағының елімізге әкелген пайдасы да осы бұл. Қазақтан тұңғыш ғарышкерлер әуеге көтерілді. Одан кейін Қазақстанның аты шықты бірінші. Бүкіл әлем назарын бізге аударды. Яғни бізге әкелген пайдасы осы. Енді қазір қалыптастырушы бағалау ретінде балалар осы әскери шендер беріледі. Енді қазір әріптестер әдісі бойынша ортаға келе қойыңыздар. Мына жерден бір зымыран парақтарын алайық. Келіңіздер. Келесі екінші тапсырмаға өтейік. Бір зымыран парақтарын аламыз. Тез-тезден бір-бірден алайық, бір-бірден. Енді қараңыздар, осы зымыранда балалар сөз берілген, иә? Сөз берілген, қазір екінші сыңарын іздейміз, бір-бірімізді табайық. Мысалға, сіздерде
Ұшардың ұлуы деген сияқты, ұшардың ұлуы дегеннің не екенін білеміз бе, балалар? Қорқыттың күйі, дұрыс, қорқыттың күйі. Дәл осы сияқты. Бір оқушыда қазір ұшардың деген сөз тіркес болуы мүмкін, екінші оқушыда ұлуы. Бір-бірімізді табайық, жұптық жұмыс жасаймыз, тез-тез іздейік. Орнымыздан тұрып іздейміз. Орнымыздан тұрып іздейміз оқушылар, бір-бірімізді іздейміз. Құрманғазының күйлері. Осы сөзде қазір балалар жұптық жұмыста осы сөзге ауызша қазір сөйлем құрайсыздар. Дайындалып тұрыңыздар. Келесі сіздікі қандай сөз? Сөйлем құраймыз. Асан қайғының желмаясы. Қандай сөз? Марқұмырдан маршайларға. Ұлдар кішкене мына жаққа қарай жиналайық, иә? Мына жаққа қарай жиналайық. Ақылдасып сөйлем құруға дайындала береміз. Келесі Ахмет Яссауидің хикметтері. Абайдың қара сөздері. Жусанның иісі, яғни Сайын Мұратбектің шығармасы. Келесі қорқыттың қобызы. Қожаның сотқарлығы. Әл-Фарабидің трактаттары. Керемет тағы. Қобыландының тайбурылы. Иә, өте жақсы. Бесеудің не сонысы қалды ғой? Хаты. Бесеудің хаты кімнің шығармасы еді бала, білеміз ба? Бесеудің хаты. Осы жылы 80 жылдығы болып жатыр ол кісінің. Шерхан Мұждаса. Енді балалар ауызша тесілген сөйлем құрайық. Сөйлемімізді ортаға ашайық балалар. Нені ашайық? Ортаны ашайық. Ана жаққа қарай кішкене жылдайық. Ауызша сөйлем құрауға дайындаламыз. Тыңдайық балалар, бір-бірімізді тыңдайық. Бүгінгі құрылтайда Әл-Фарабидің трактаттары туралы мәселе көтерілді. Бүгінгі құрылтайда Әл-Фарабидің трактаттары туралы мәселе көтерілді. Өте жақсы. Сіздерге қазір қалыптастырушы балалар ретінде генерал майор. Өте жақсы. Отыра берсеңіздер болады. Желмаясы. Желмая деген не екенін білмейміз ба? Иә, түйе, ат емес. Кішкене. Осыған ашайық. Дайыма келе қойыңыздар. Қобызынан ба қалай? Қорқыттың қобызының үнінен халықтың шығады. Өте жақсы. Сізге де әскери шен. Сайын Мұратбек, Мұсадисі. Сөйлем дайында, келеміз. Құрманғазының күйлері халықтың көңілін өзіне аударды. Өте жақсы. Құрманғазының күйлері халықтың көңілін өзіне аударды дейді. Сөздерінде не бұл дейді? Адам бойындағы қасиеттер туралы айтылған. Отыра берейік. Өте жақсы. Келеміз. Сөйлем. Дауысымызды шығарайық. Естейік. Тынышталамыз балалар, 1 минут. Ахмет Яссауидің хикметтерінде халық жағдайы туралы мәселе көтерілді. Ахмет Яссауидің хикметтерінде халық жағдайы туралы мәселе көтерілді. Өте жақсы. Келеміз. Сайын Мұратбек Жусан есімдеріне маған жер мәселе Жусан есім өлең ба? шығармасы өлең емес ол, иә? Повесть, иә? өте қатты әсер тигізді. Өте қатты әсерін тигізді. Жақсы.
Келеміз. Асан қайғының 20-ясы шөлге шыдамды. Асан қайғының 20-ясы шөлге шыдамды болды дейсің. Өте жақсы. Келеміз. Байқоңыр ұшты ма? Қалай? Байқоңырдың ғарыш айлағы ғой сөз. Байқоңырдың ғарыш айлағынан естеді. Ұшты ма? Өте жақсы. Келесі. Бейсенбі хаты шығармасының авторы Шерхан Мұртазаның 80 жылдығы туылған. Өте жақсы. Келесі жұп. Қобланның қолдыруы өз жүрегімен жұмысы концентрді. Өте жақсы. Өз жүйрігімен, жүйріктігімен емес. Жүйріктігімен жұртты тамсандырды. Өте жақсы балалар. Енді келесі тапсырмаға өтейік. Өте жақсы белсене қатысыңыздар. Жұмыста серпінді сәті ретінде қазір ән шырқасақ дейік. Абай Құнанбайұлының өзімнің қарасы әні. Балалар, қарайық. Қандай сөз тіркестері бар матаса байланысқан? Көзімнің қарасы. Орнымыздан тұрып жауап берейік. Бексұлтан, көзімнің қарасы. Көзімнің қарасы, көңілімнің санасы, қазақтың данасы. Болды. Келесі, екінші топ. Адамның баласы. Жасы үлкен ағасы. Жасы үлкен ағасы бола ма? Матаса байланысқан. Қазақтың данасы. Қазақтың данасы, жақсы. Сосын? Ғашықтық жарасы. Ғашықтық жарасы деген, ғашықтықтың жарасы, яғни жасанды, рецептігі жасанды. Сосын тағы, соңғысы? Адамның баласы. Өте жақсы. Енді қазір неге келе қойыңыздар? Тақтаға келе қойыңыздар, осыларды жазайық. Тақтаға шығып жазайық. Келіңіздер. Өздеріңіздің тапқан сөз тіркестеріңізді жазамыз. Келейік. Әйгерім. Жауап берген оқушылар. Жазамыз дәптерге, бала дәптерімізді ашып жазып отырайық. Жазалайық. Матаса байланысқан сөз тіркестері. Өтір қоямыз. Көзімнің жақсы, отыра қойыңыз. Жазып мешет етіп. Адамның баласы. Келесі шығып жаза берейік. Келіңіздер, үшінші топта. Жауап берген оқушылар жазамыз, сіз. Келесі тағы. Адамның баласы мына топтан айтылды ғой, кім айтты? Кел жаз. Адамның баласы жазылды ғой, тағы. Ғашықтық жарасы келген жазайсыз. Халықтың данасы. Көңілімнің данасы емес па?
көңілінің санасы. Көңілімнің санасы ма? Қалай болады? Көңілінің санасы. Көңілімнің Санасы ма? сарасы, иә? Ашықтық, жазып алайық десеңіз. Жақсы. Тағы да қалып қойды ғой. Көңілімнің санасы ке жазайық. Қазақтың данасы деген қалып қой. Қазақтың данасы. Халықтың данасы деп жазып қойыппыз. Өлең мәтінін мұқият тыңдау керек, иә? Санасы. Таз отырып па, балдар? Таз отырмыз. Әйгерім. Аян. Жауап берген жүмей. Иә? Таныстың жауап берген. Аядан шықтап жақсы. Жас оқушылар. Енді бала кітаптарымызға қарап жіберейік, иә? Оқулықпен жұмыс, ауызша тапсырма орындаймыз. Кітаптарымыздың 78-ші бетінде 4-ші тапсырмаға қарайықшы. Екі шеңберге ауызша орындап жіберейік. Екі шеңберге берілген белгілі бір тәртіп бойынша сөздер жазылған. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін жауап табылды дейді. Қараймыз, тәуелдік жалғауындағы сөздер, иә? Біздің еліміз, иә? Біздің неміз? Еліміз. Бұдан кейін даңқымыз, сосын ерлігі не болады? Үшінші жақта тұр. Ерлігі үшінші жақта тұр, иә? Енді қараймыз, септік жалғауындағы сөздер, иә? Ғарышқа қай септікте тұр? Барыс септігі. Байқоңырдан шығыс септігі. Ғарышкердің ілік септігі. Енді жауаптарына қарайық. Осы жауаптың ішінде осыларға ортақ бір жауап болады. Яғни тәуелдік жалғауы мен септік жалғауының байланысы, бірге байланысы. Қай жауап болады? Мұқият қарайық. Кітаптарымызды да қарайық. Тәуелдік жалғауы мен септік жалғауының арасында байланыс бар. Мысалға, зымыранды, Байқоңырға, жер серіге деген жауаптарға қарайық. Не үшін ғы? Себебін айтайық. Неге, не үшін? Оның пайдасы. Сіздерге бір айтып жіберейін, иә, көмек ретінде. Бұл тәуелдік жалғау мен септік жалғауы, септік жалғауы тәуелденген жағдайда. Қай жауап дұрыс? Мұқият қарайық. Тәуелдік жалғауы септелген жағдайда, керісінше айтып, иә? Тәуелдік жалғауындағы сөз, иә, үшінші жақта болуы мүмкін, екінші жақта, бірінші жақта немесе үшінші жақтағы сөз мына жерде көбіне, иә? Септелген жағдайда қай жауап дұрыс болады? Тәуелдік жалғауындағы сөз септелген жағдайда. Мысалға, ерлігі деген, иә? Септелген жағдайда қандай болады? Қандай жауап дұрыс болады? Мысалға, ерлігі не? Иә? Тәуелденген жалғаудың септелуі. Жауап, қай жауап дұрыс болады? Қарайын. Вариантына кім жауап берді? Зымыранына, дұрыс. Зымыранына, дұрыс орныңыздан тұрып. Оның зымыраны, иә? Зымыранына. Қай септікте тұр? Иә? Қай септік? Бар. Неге, кімге, неге, иә? Зымыранына бар септігі. Айлағымен көмектес септігі. Оның несі? Оның айлағы, тәуелді жауап үшінші жағы. Жер серігінің ілік септігінде тұр. Өте жақсы. Енді балалар, үй тапсырмасын қазір жазып аламыз, сосын рефлексия тақтаға шыға қойып, тақтаға шығып бүгінгі сабақ туралы кері байланыстарыңызды, рефлексияларыңызды берсеңіздер. Ортаға келейік. Мына жерде көк, жасыл, сары және қызыл жауап берілген, осы бойынша. Көрініп тұрма сіздерге? Мысалға, егер сіздерге бүгінгі сабақ ұнаса, керемет, түсінікті болды, батырмасы жақсы, маған ұнады десеңіздер. Бұл батырмасы орташа, егер сұрақтарыңыз болса, С және түсінбесеңіздер Д. Келіңіздер. Бүгінгі сабақ туралы
қандай тапсырма? Семантикалық картама қандай тапсырма болды? Сызба бойынша масаса байланысқан сөз тіркесін құрамыз. Иә, Зат есім, қосу зат есім, ағаш жүйім, сын есім мен зат есім одан бөліп, сан есім мен зат есім алып кесе, есімдік пен зат есім сол сәт, үстеу мен зат есім шақшақ бала. өте жақсы. Келесі. Ажар дегенді сен жазсаң, мен білгенмін, біз барайық, сіз отырсаңыз. Өте жақсы. Енді кері байланыстарыңызды алдық. Үй тапсырмасын балалар жазып алайық дәптерге. Үй тапсырмаларын жазып алайық. Тапсырмасын. Үй тапсырмасы кітаптарыңыздың 78-ші бетінде 3-ші тапсырманы орындатылыңыздар. Керек мәтіннен мақаса байланысқан сөз тіркестерін табасыздар. Енді оқушылар бүгінгі сабаққа қорытынды бағалауды ауызша айтайын. Сабаққа белсене қатысқан оқушылар бізде Бексұлтан зымыран тобынан Бексұлтан өте жақсы 10 балл, одан кейін Дәулет 9 балл өте жақсы қатысып отырды. Одан кейін бізде екінші топ бізде Аяжан өте жақсы 10 балл, Әйгерім 10 балл бағалау. Одан кейін жауап беріп отырғандар бізде үшінші топтан ғарышкерден Жанел 10 балл, Аян 10 балл, одан кейін Аружан 10 балл және Абдрахман 9 балл. Өте жақсы. Балалар өміріміздің